Қашықтықтан оқыту барысында білімлен, күнделік, балапан арнасы, дарын онлайн және тағы да басқа платформалар қолданылады. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сабағымыздың тақырыбы дүниежүзі елдерінің географиялық жағдайы. Оқу мақсаты елдерде географиялық орнына байланысты топтастыру. Жалпы оқушылар, жер бетіндегі географиялық нысанның координат жүйесі және оның сыртындағы болмыстың осы нысанға қатысы тікелей немесе жанама әсер етуі географиялық жағдай деп аталады. Елдерді географиялық жағдайына байланысты бірнеше топқа бөлеміз. Оқушылар, картаға назар аударайық. Бірінші, материкішілік елдер толықтай құрлықпен қоршалған немесе жағалау сызығы жабық теңіздер бойынша өтетін елдерді айтамыз. Екінші, аралдық елдер тобы, жан-жағы сумен қоршалған құрлықта тұратын елдер. Үшіншісі, мұхит жағалаулық елдер, мұхитпен еркін байланысып және мұхит суымен шайылып жатқан елдер тобы. Төртіншісі, түбектік елдер, құрлықтың мұхитқа немесе теңізге сұғына еніп жатқан бөліктерінде орналасқан елдер. Бесіншісі, архипелагтық елдер, аралдар тобында орналасқан елдерді атаймыз. Оқушылар, бүгінгі алған білімімізді пысықтап, толықтыру үшін сіздерге осы ойынды ұсынғым келеді. Оқушылар, сіздерді география әлеміне саяхаттауға шақырамын.